Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, сочный болып шығатын дымляма тамағын жасайтын боламыз. Әсіресе қонақ келген кезде қыз-келіншектер осы тағамды жасасаңыздар, өте әдемі болып столыңызда сән беретін болады. Және де өте дәмді болып шығады. Ең алдымен етімізді орташа көлемде турап аламыз. Пиязымыз бен перецімізді де турап аламыз. Перецмен де замороженный, сіздер свежий түрін қолдансаңыздар да болады. Картошкамызды дәл осылай төртке бөліп, үстіне қара бұрышымызды, тұзымызды және де чесногымызды салып, араластырып қойып қоямыз бір-біріне сіңгенше. Ол араластырып қойғаннан кейін, ол дайын болғанша қызып тұрған табамызға, қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Сұйық майдың мөлшерін кішкене көбірек қылып құю керек. Қызып тұрған сұйық майымызға етімізді салатын боламыз. Етті міндетті түрде қатты отта қуырамыз. Жақсылап қуырылады. Араластырып бетін жауып қоямыз. Өз бабымен қуырылып жатқан етіміздің үстіне пиязымыз бен перецімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, мендегі замороженный перец болғаннан бір-біріне жабысып тұр. Қазір жібігеннен кейін барлығы бір-бірінен ажырап түсетін болады. Жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей, пияздарымыз толығымен қуырылып бітті. Енді үстіне жаңағы картошкамызды салатын боламыз. Ешқандай да су құймайсыздар, өзінің суымен, сөлімен жақсы болып шығады. Осылай картошкамызды бір келкі қылып қойып аламыз. Одан кейін үстіне пекин капустасын саламыз. Кәдімгі үй жағдайында өсетін капустаны салсаңыздар болады. Капустаның өзінің сөлі бөлінеді, суы шығады. Сол себепте ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Осылай барлық капустамызды қойып шыққаннан кейін бетін жауып 45 минутқа қойып қоямыз бұқтырып. Мінекей тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Картошкамыз езілмей, барлығы күшті болып шықты. Осылай сәндікке мен бетіне көк пияз сеуіп шықтым. Сіздер де осылай істесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер.